Сәлем достар, бүгін сіздермен Казакпост. Бүгінгі видео тегін интернетті компьютерге қалай қосуға болады, сол жайлы болады. Ең бірінші осы сайтқа кіреміз. Осы кестенің ең бірінші тұрған download full install деген тұр. Соны қатарында download.de деп тұр мына бірінші. Соны басып скачать етеміз. Видеоның описаниясында тұрады, сол жерден скачать етіп алсаңыздар болады. Және де алдағы видеода, яғни бұдан кейінгі видеода мен JavaScript жайлы айтамын. Ода егер жаңа программаны скачать етіп жатқанда JavaScript ошибка не найден деп қателіктер туындап жатса, JavaScript-ті скачать етіп жаңа программаны басынан установить етіңіздер. Сол кезде істейді. Қалай десем болады, тағы жаңа программаның ең бірінші рет орнатып жатқанда көптеген далее деген баса бересіздер. Сосын тупикқа тірелген кезде, яғни астында ештеңе шықпай қалғанда X-ті басасыздар. Одан кейін сіздер настройкаға бірден кіріп кетуі мүмкін. Настройканы турлап өздеріңіз жасасыздар. Оның алдағы видеода қалай тұрған сол жайлы мен көрсеткен болатынмын. Так, тағы да болды. Келесі видео жаңағы қалай қолдануға болады, сол жайлы болады. Тағы айтып кететін жайт, жаңағы видеода кейбір жерлер қиылып алған, яғни ондай жерлерде ештеңе істеген жоқпын. Сол ой тұрған кездері сіздердің уақыттарыңызды алмау үшін сөйтіп жасалынған. Тағы айтпақшы, видеоның дауысы шықпай жатса қаттырақ қойыңыздар. Өйткені ноутбуктың несімен түсірілген, микрофонымен, және де телефонда Wi-Fi шашқанда андай /DNS немесе URL дегенді қоспай тұрыңыздар. Яғни ондайды қоспай, бірден Wi-Fi шашыңыз, сосын мобильный данныйын қосыңыз. Сосын браузерге кіріп, сол мысалы менде Beeline болғандықтан beeline.kz деп жазбаймын, vk.com деп жаза салдым. Сол кезде бірден жаңа Beeline'ның сайтына кіріп кетті. Сондай істесе, онда сіз дұрыс жасағаныңыз. Егер сізде компьютер болса, қалай десем болады, компьютер болса, онда бір модемдерді алыңыз, Beeline'ның ба, Tele2-ның, или USB арқылы телефонды жалғайсыздар. Ол кезде мобильный данныйын қосып тұрады. Сосын онда еще деген басасыздар. Сосын режим модем дейсіз. Сол кезде онда USB модем дегенді жану керек. Және USB арқылы тыққан кезде осы бірден қосылады да, аны басып қосасыз. Бұл кезде сіз настройкасын оқып алғаныңыз дұрыс. Көбінесе ол Windows 7-лерде ғана істейді. Ал Windows XP-лерде білмеймін, оны көрмеппін. Сондықтан Windows 7-де енді істеп жатады. Ол кезде де сол жаңағыдай істегенін көру үшін Chromeға кіріп, жаңағы сайтты тексеріп көрсеңіздер болады. Сонымен сол видеоны тамашалайық. Және де каналға кіріп, лайк басып кетіңіз. Каналда кіріңіздерді, көптеген қызықты видеолар бар. Телефонды компьютерге айналдыру, Инстаграмда подписчик жинау, сол сияқты қызықты видеолар көп. Сол видеоларды тамашалаңыздар. Сәлем достар, бүгін біз жаңағы айтып кеткен тегін интернет жайлы болады. Ол программа қазір осы компьютерге скачать етіп қойған. Ол программа Freedom деп аталады. Телефонда да орнатуға болады бұл программаны. Оны білесіздер, оны алдағыда мен көрсеткен шығармын. Өйткені мен қазір бұл видеоны енді түсіріп жатырмын. Бұл программаның ссылкасын видеоның астында тастап кетем. Және сіздерге JavaScript дегенді скачать етіп алу керек. JavaScript-ің екі ссылкасын тастап кетем. Біреуі официальный, яғни өзінікін, ал екіншісін ыңғайлы бір сайттан. Негізінен сіздің компьютеріңізде неше бит, соны көріп алуыңыз керек. Содан кейін барып, сіз сол Java'ны скачать етесіздер. Так, ол жайлы видеоны осы видеодан кейін түсіремін, немесе біреудің түсіргенін осы видеолар іліп қоямын, содан сіздер көре аласыздар. Әзірге программаны скачать етеміз, ссылка астында болады, жаңа айтып кеттім. Және каналға кіріп, лайк басып, каналда қызықты видеолар бар, соны да көрсеңіздер болады. Тегін интернет жайлы көптеген видеолар түсірдім, және Instagram жайлы. Сонымен ол теманы жабайық, сонымен осы тегін интернет жайлы.
Freedom программасын скачать етеміз. 17 мегабайт па 18 ба сонда тұрады. Басамыз, осындай болып шығады да. Егер Windows 7 болса басқаша болып шығады. Так, менде бұл қате болуы мүмкін, өйткені мен оны скачать етіп қойған едім. Так, осындай все компьютер только для данных. Сіздер және екіншіде қоясыздар. Өйткені жаңа скачать еткен бір тексеріп көрген тұғым, сондықтан олар деп тұрмын. Қателіктер болып жатыр. Енді менікінде бірінші рет скачать еткенде ұзақ болған жоқ, тез болды, бірақ далее деп басып кете бересіздер. Кейде тупикке тіреп қаласыздар, енді өзіңізде көресіздер. Ештеңе астынан басатын жерінде ештеңе не таппай қаласыздар. Атын далее тұрып, сонда бір кезде X-ті басасыздар да, және екі программаны кіресіздер, немесе бірден настройкасы шығып кете ма, сондай болады. Так, жаңа айтып кеттім, JavaScript скачать етесіздер деп. Менікі қазір 64 биттігі, сондықтан мен сол JavaScript деген 64 биттігін скачать еткен тұғымын. Так, 64 бит оны қалай біледі десеңіз, ондай pust дегенді басасыздар, сол жерде My Computer деп тұрады, соның мишканың оң жағын свойства дегенді бассаңыздар 32 бит немесе 64 бит деп тұрады, соны сол арқылы көре аласыздар. Айтпақшы менің компьютерім қатып жатыр. Славий компьютер, сондықтан біраз күтетін расыздар. Видео 10 минутқа дейін созылып кетуі мүмкін. Айтпақшы уақыт тұрады астында. Так, окончательная установка подождите дейді. Так, көре тұрайық, мынандай бастылайым, және свойства деген сол. Жатыр. Бақыт дейміз. Мәжді система, яғни осындай болып шығады. Менде абсолютті разряд деп тұр, мені көріп тұрсыздар. AMD бір жағынан гигагерц. Сондықтан нашар істейді. Так. Және установка қандай болды. Міне шықты. Осыны открыть етеміз. Айтпақшы, егер сіздерде 6 ел бар болса, сол кезде бір Wi-Fi шашылмай жатса, соның да мен программасы бар, бірақ оның түсірілсем керек па, керек емес па, сол жайлы білмей жатырмын, соны көріңіз. Так, ыңғайсыз жағдай болып қалды. Міне ашылды, өйстіп ашылады. Жаңа 6 ел керек болса, яғни соның астына комментарийға жазып кетіңіздер. Так, сіздерде басқаша болуы мүмкін, мынандай болып настройка болып шығып кетуі мүмкін. Настройка деген басасыздар ғой. Сіздерде басқаша болып шығып кетуі мүмкін. Так, компьютер қатып жатыр. Айтпақшы, мен қазір Wi-Fi-ға қосылып қойғанмын. Мен сіздерге көрсетейін. Айтпақшы, менде қазір ноутбук. Сондықтан мен Wi-Fi шашқан. Менде қазір вообще мегабайт жоқ. vk.com деп жазайын. Билайн кіріп кетеді, жаңа бір тексергенім. Әнені көрдіңіздер. Сондықтан смело сіздерге арналған видео. Жерде потокки сондай деген жазуға көрініп тұрған шығар, сіздерге білмеймін. Осы потокки дегенде порттар жайлы түсіреді, ал оның үстінде предложение деген ол бірақ қандай браузермен кіресіз сол жайлы болады. Так, міне менде ешқандай нәрсе жоқ. Істемей тұр. Так, программа қатып жатыр. Так. Егер өткізіп көрсеңіздер де болады, өйткені менікі жаңа айтып кеткенде қатып жатыр. Бір настройка дегеннің өзін әрең ашайын сияқты. Мінекей өйстіп шығады. Мынандай Java деген скачать етіп аласыз, оны қалай скачать етеді мен
алдағы түсірген шығармын, оны көресіздер. Так, сіздерде мынандай жазу болмайды. ms28viewer.edom деген. Бұның бәрі осы программаның несінен болмағандықтан, сондықтан мен оның бәрін өзім жаздым. Так, осы деп жазасыздар. Мына порт дегенге 1000 қоясыздар ма, әлде 443 па, 80 ба, өзіңіз білесіз, бірақ мен 1000 деп қойып, нормально істеген сияқты болды. Мына DNS деп қоясыздар. Әр мынау не болып тұрады, одан арға тиіспейсіздер де, сосын сохранить и выйти дегенді басамыз. Так, оның үстіне продолжение деген тұр. MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox дегенді басамыз. Окей дейміз. Яғни сол үш браузер арқылы тегін интернет кіре аласыз. Так, бұл енді тағы да қатып жатыр. Мен дауысын естімей жатса, дауысын жоғарылық қойыңыз, өйткені мен қазір ноутбуктікі мен қолданып жатырмын. Микрофон жоқ. Ренжімеңіздер енді. Өйстіп шығады. Да дейсіз, енді Windows 7-де басқаша кішкентай болып шығады. Да дейсіз, екен айырмашылығы жоқ. Загрузка болып жатыр. Негізінен 3 рет өйстіп шығу керек. Ой, қайда болады. Біріншісі, және біріншісі, екіншісі. Дейсті, браузерді қараңыз, істемей алып жатыр. Заблокировать етістері бар, Google-ды. Енді Mozilla-нікі болу керек. Біріншісіне қоймасаңыздар болады, Internet Explorer деген бәрі ол істемейді, өйткені Windows 7-лерде ма, сондай да істеу керек бұл. Так, файл уже именно не сделан дейді. Успешно екеу, пропешно біреу дейді. Қойыңызды. Так, мен жаздым, я. Так, настройка бәрін айтқан сияқтымын. Так, айтпақшы минут бар деген. Осы настройканың бір жерінде болу керек. Мен қазір тауып алайын. Міне ученый запись дейді. Так, осылай жазған екен, ученый запись дегенге кіріңіздер, мынандай қылып жазыңыздар. Ал Сұлтан деп жазыңыздар, и сосын астына да сөйтіп жазыңыздар. Егерде русский таңдайсыздар, сосын сохранить и выйти дейсіздер. Егер жазғызаңыздар, ошибка болып, соған бірден жіберіп жібереді да, сол кезде соны жазасыздар. Так, подключиться дегенде басайық. Ал енді тексерейік. Мен бәрін дұрыс жасаған сияқтымын. Болғанда дұрыс сөйтіп жасаған тұғым, алдында бірақ бір-екі рет істегенде дұрыс істемей қалды. Менікі істеп жатқан сияқты қазір. Так, мына есігі ашылды міне. Мінекей астында дәрежесін көрсетіп жатыр. Так, FK-ға кіріп көреміз бе, несіне кіріп көреміз? FK-ға кіріп қойып, fk.com мынаны жасыл болып шығып жатыр, қазір қараңыздар, кішкентай болып. Жасыл болып шығып жатыр. Открыть. Так, жаңағы мен тоқтап қалған жерімнен болам. Так, мен бандикаммен түсіріп жатқан тұғымына сол істемей қалды. 10 минутқа ғана разрешение бар дейді. Қай жеріне келгенім тоқтап қалған білмеймін. Так, былай. Мен бәрін қосқан тұғымын. Міне скорс нормаль, міне жасыл көрініп тұрған шығар. Деймін. Міне жасыл көтеріліп жатыр. Так, получение байт үлкейіп жатыр. fk.com жайлап ашылып жатыр. Скорс мықты болмайды, бірақ енді қолдануға болады. Жоқтан бар дегенде ол. Так, менде екінші жолы бар еді, бірақ оны түсірейін десем, программаның портын дұрыс таппай жатырмын. Порт дегенде сол және біраз тіркелуі ғой, тіркелуі ақша ма, сондай бірдеңе болып тұр. Ол сізден slash DNS деген сияқты скорс нормальный болады, бірақ қиындық сол істемей жатыр. Так, мінекей ашылды, енді арғай кіре бересіздер. Так, JavaScript-ның мен ссылкасын тастап кеттім. Так, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Қандай видео қызық, сол жайлы комментария жазып кетіңіздер. Егер 6 жылда Wi-Fi шашқанда ноутбугыңыз ашпай жатса, яғни оған единица 90 единица төлеуіңіз келмесе, сол жайлы видео болса, оны да түсіретін боламын. Тек комментария жазып лайк басып кетіңіздер, және каналдың ішінде көптеген қызықты видеолар бар, соны да көрсеңіздер болады.
Сонымен сау болыңыздар. Сіздермен болған Казак Бос. Бұдан кейінгі видео JavaScript'ті қалай орнату керек сол жайлы болады.